Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен балауса Мейлс қызы Алтай Ньюс редакциясы осы аптаның айшықты оқиғаларына кезекті шолуын жасайды. Осы аптада Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев еліміздің бас онколог дәрігері Диляра Қайдаровамен кездесу өткізді. Соңғы 5 жыл ішінде облыстың онкологиялық қызметі ауыз толтырып, айтарлықтай оң көрсеткіштерге қол жеткізген. Айталық 2023 жылы қатерлі ісікті ерте анықтау көрсеткіші 35,8%-ға, ал кейінгі онкологиялық аурулардың ерте диагнозы 19%-ға өсті. Бұл облыстық көпсалалы онкология және хирургия орталығын заманауи жабдықтармен қамтумен дәрігерлердің біліктілігін арттыру нәтижесінде мүмкін болып отыр. Наурыз айында елімізде скринингтің 2 жаңа түрі енгізіледі. Төмен дозалы компьютерлік томография көмегімен онкологиялық ауруларды диагностикалау әдісі. Өкпе, сүт безі обырын, бауыр мен жүрек патологиясын ерте кезеңдерде анықтауға мүмкіндік береді. Тағы бір скрининг адам папиллома вирусына жасалады және ол жатыр мойнының қатерлі ісігін анықтауға бағытталған. Сондай-ақ кездесуде еліміздің бас онкологы Қазақстанда қатерлі ісікке қарсы дәрі сынақтан өтіп жатқанында хабарлады. Оның айтуынша жаңа препараттың басты артықшылығы ол ауру жасушаларының қорыту процесін бұзуға қауқарлы екен. Аймақта бірнеше күн қатарынан соққан ақ түтек боран мен қалың қардан кейін ауа температурасы күрт төмендеп, арты сықырлаған сары аязға ұласты. Сынап бағаны кей жерлерде -40-45 градусқа дейін, ал Глубокое ауданының Малоубинка ауылында тіпті -60 градусқа дейін төмендеген. Редакциямызға хабарласқан ауылдықтар бүгін сынап бағаны таңғы уақытта 60 градустан төмен болғанын айтады. Ендеше 1000 рет естігенше бір рет көр демекші, бейне жазбадан тамашалаңыздар. Түсіністі шықты ғой, мұна жері келгенде 60-қа келеді ғой, мұна Цельсий градустан құлдап кетті ғой елдің аяқ жағында. Осы жерге таман келген. Бірақ видеоға түсіре алмадым, түнде шыдамай тоңып. Осы тұста облыс тұрғындарына жылы киініп жүруге кеңес береміз және жақын арада алыс жолға шықпаңыздар. Өйткені синоптиктер бүгін түнде сынап бағаны -45-ті көрсетеді деп отыр. Қалалар мен аудандарда көшелерді, жолдарды қардан тазарту жұмыстары аязды күндерде жалғасып жатыр. Осы ретте коммуналдық қызметкерлерге волонтерларда көп көмек көрсетуде. Олар қар тазарту жұмыстарына қолғабыс етумен қатар, аяз күндері үйінен шыға алмай қалған тұрғындарға азық-түлік жеткізіп беруде. Бірлескен істе береке бар демекші, еріктілер барлық мейірімді жандарды өздерінің қатарына қосылуға шақырады. Өскеменде Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің жатақханасының бірінші ғимаратындағы бөлмелердің бірінде жылу батареясы жарылып, салдарынан 4 қабаттағы 8 бөлмені ыстық су басып қалды. Студенттер заттарын шығарып үлгерген, зардап шеккендер жоқ. Толығырақ видеодан көріңіздер. Бізде түнгі сағат 12-де су жарылып, яғни паровой жарылды. Содан кейін түнгі сағат 12-де жарылып, получается, түнгі сағат 1-де уже бұл істің барлығын тоқтатқан болатын. Бізде А блок 5-тен 2-ші этажға дейін бүкілі су басып, бірақ та бізде Б блоктың студенттері келіп бізге көмектесті барлығын. Енді қазіргі таңда ойлаймын, барлығы өз орнына келеді, барлығы жақсы болады. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаевтың тапсырмасына сәйкес өңірімізде егде жастағы адамдардың қоғамдағы белсенділігін арттырып, салауатты өмір сүруіне барлық жағдай жасалып жатыр. Аудан қалаларда зейнеткерлердің белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары ашылып, қарияларымызға ерекше көңіл бөлінген. Тарбағатай ауданының Ахметбұлақ ауылында өткен әжелер күйізі де осы мақсатта туған игілікті шаралардың бірі деуге болады. Таяуда бұл ауылда осымен 2-ші рет әжелердің қатысуымен зияткерлік ойыны жоғары деңгейде өтті. Осымен бүгінгі хабар тәмам. Амандықта жүздескенше аязды күндерде бір-бірімізге жылы сөз айтуды және бізге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.